Al ballar. Yani oyundan turamız. Sabahta oyunumuzu dayında ballar. Hayırlı gün. Hayırlı gün dostum, şaylı gün olsun. Günümüz serttir ki her kaşanda dolsun. İlk atılmasında Torbalta belirli esepler olur. 4 saattan keyin ara kaçlığı kaç kilometre olur? 460 kilometre oldu. Bağımızda oturuştu var ya, yani özümüzü esep çıkmamız. Özümüzü esep yolda. Yedi kallar. Ben kitaplardan oturmamız. Üç bilgen sabahlı kallar. Uşağı oyunu arkalı eski süremiz. Bozgalık kabalamızda. Uşağı oyunu arkalı eski süremiz kalır. Böyle eski oyunu tutulmuş isteyimiz. Yani kim aydadı? Gel bir varız. Sessiz bir ama. Kelesi birleşip еңбекке екі қатысушының жұмыс уақытын білу. Естиміз жұмыс уақыты аяғып келе ма? Жақсы, қошеметтеп қоямыз. Балалар, келесі уақытты табу үшін не істейміз? Бере қоймақ. Тез белгі қойыңыз. Жақсы, рахмет. Қошеметтеп қойыңыз балалар. Келесі есепке қараймыз. Не табу керек бұл жерде? Кел аяна. Не істеу керек бұл жерде? Сіздер айта ғой. Не істеу керек? Ара қашықтықты табу керек. Оны табу үшін оны табу етеміз. Яғни жылдамдықты уақытқа жақсы қошеметтеп қоямыз. Бірлесіп орындаған жұмыстың көлемін қалай табады? Бірлесіп орындаған жұмыстың көлемін сұрап тұр. Келе қойдам ба? Тесір келе ғой. Бізде уақытты бізде көрсетіп тұр. Тесір орындауымыз керек. Жақсы, қошеметтеп қоямыз болды. Қашықтау жылдамдығын көрсет дейді. Ал, келе қойын мұхаммед, тез қашықтау жылдамдығы. Қашықтау жылдамдығы не істейміз? Бірінші жылдамдық пен екінші жылдамдықты қоса деген қошеметтеп қоямыз. Келесі, ара қашықтау үшін келе қоя жылдам. Жақсы, қошеметтеп қоямыз. Келесі, жақындау жылдамдығын көрсет. Жақындау жылдам келе рас. Қошеметтеп қоямыз балалар. Келесі, қалай есептейміз әдемі? Нені табамыз бұл жерде? Бұл бірлеске тауыш есеміз. Келе оқисыз. Есеміз бұл бірге бұл екіні. Жақсы. Қошеметтеп қоямыз. Ал енді соңғы бізде қалған қозғалыс жылдамдығын табу үшін не істейді екенбіз? Ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Жақсы балалар, рахмет. Тапсырмаңыз. Жаңа сабағымыз бастамас бұрын миға шабуыл әдісі арқылы мына жерге қарай жақсылап ойланып, қандай сөз шығады? Мұқият қарап оқимыз. Қандай сөз шығады? Мына бағыттың бойымен оқып шығамыз. Маңызға толтыра ғой. Қандай сөз шықты? Мамандықтар деген сөз шықты. Демек, біздің бөлім қалай аталады? Мамандықтар деп аталады екен. Ал олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыз қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді шығару. Мақсатымыз бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу. Мақсатымен таныс болсақ, келесі тапсырмамыз балалар. Жылдан мына жерде тез есепті бермек шығар. Кім табады? Мына жерде балалар. Бізде беріп тұр, нені тап деп тұр бұл жерде? Жойып кетіп баратқан мамандықтарды табу. Ол үшін жылдам есептер береміз. Кәні есепте қоямыз. Еғыр есептейміз. Жылдам. Бұл өте жауап береміз. Мысалы, біріншіден IT технология саласы инженер маманынан қанша шығады? Қанша шығады? 500 мың. Келесі.
центр операторы. İşte kaç çıkar? Kıyım dersi istemşedi o şerde. San basan istemşedimiz. Bu videomuzda oğan öldürdü. Oldu diyelimce. Kim aytadı? Adil. 300 almışsın. Gerisi ağız sütleri fen muğalimı. Biraz 1 milyon. 1 milyon. Yapsın. Gerisi gazet kırışısı. Barız. 111 milyon. 111. Dört saydasın. Gerisi turizm menajeri esiplerimiz şuradan buradan. Esiptiğimiz. Tensil esiptiğimiz. Olmazsa parakal esiplerimiz. Amin. Yaxşı. Gerisi poçtaşı. 2500 bin 4000 köpekmişsiniz. Жылдан есептейміз. Yani bu 10 milyon. Бұл жерде демек бұл жердегі есептеген бұл жерде жойылып кеткен немесе ол алдағы уақытта жойылуы мүмкін мамандықтар олар газет тілшісі, туризм менеджері, пошташы, ат айдаушы, ағаш кесуші екен. Енді балалар, өтілген сабақты есіңізге түсіру үшін тақтаға назарымызды аударамыз. Yeşil saatten кейін автокөліктердің ара қашықтығы 300 км-ге тең болатындығын білу үшін осы ара қашықтықты қашықтау жылдамдығына бөлінген. 300 бөліп 100 тең 3. Бірінен бірі қарама қарсы екі бағытқа қозғалған нысандардың ара қашықтығы қанша болатынын білу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейту қажет. 100 көбейту 3 тең 300. Есімізге түсірсек қалып. Түсті ғой. Олай болса балалар, қазір бізде ойлап жұптасып бөліс әдісі арқылы жұптық жұмыс. Бұл жерде жұптық жұмыста сіздердің орындайтындарыңыз бір әуежайдан бір уақытта бірден бірі қарама қарсы екі бағытқа екі ұшақ ұшып шықты. Бірінен бір деп тұр. Burada қандай жылдамдық табамыз? Қашықтау. Яғни бір евро 748 километр сағат, екіншісі 827 км сағат жылдамдықпен ұшса, 5 сағаттан кейін ұшақтардың арасы қандай болады дейді. Қолымызда балалар ресурс берілген, сіздерге алдын ала таратып міне осыған жұппен орындайсыздар. Сіздерге беріледі 2 минут уақытқа жылдамдатамыз. Бірге орындаймыз. Ал орындай қойыңыз. Ал балалар, болғанымыз белгімізді көрсетеміз, кім болған, қай жүк болды. Телетеміз сіздерге берілген уақыт балалар. Ал жақсы тұреміз балалар. Енді жүктік тапсырманы тексереміз. Ол үшін арттағы жүк пен алдағы жүк біріміздің жұмысымызды тексеру үшін өзара бағалау үшін жұмысымызды ауыстырамыз. Тез солай. Жұмысымызды ауыстырамыз. Сіздер алға, сіздер артқа. Егер де дұрыс болса, құс белгісін қоямыз. Қате болса, сызып қоямыз олар. Ал тақтаға қараймыз. Есептің шарттың құрғанына мән береміз. Есептің шешуін жазып, қашықтау жылдамдығын тапқанына тексереміз. Және ара қашық дұрыс тапты ма? Ал тексеріп шығамыз балалар. Тексеріп болсын ба? Тексеріп болса, жұмысты қайтып өзіне береміз. Ал балалар, келесі біздің тапсырмамыз тақтаға назар аударайық. Бізде қазір топтық жұмыс болады. Бірінші екінші топ сіздерге жетінші тапсырманың А тапсырмасы беріледі. Үшінші төртінші топ сіздерге жетінші тапсырманың Ә тапсырмасы беріледі. Алты оқушыдан бірігеміз. Сіздер бір топсыздар. Сіздер бір топ боласыздар. Мына жаққа алтауымыз бірігесіздер. Ивар, Назым, мына жаққа келеміз. Назым, бері қарай келеміз.
Koş başla takip ederiz. Tez. Gel. Koş başla gidelim şuradan. Tez gidelim bir bas. Yapmayın al. Birinci kim söyleydi? Al tapsırmasın. Birinchi shundanliq 20 kilometr saat, ikkinchi shundanliq 30 kilometr saat, qarashlig'i 300 kilometr. Vaqt belgisi saat. Birinchi biz Qashqar shundanligini topib olamiz. Qashqar shundanligini topish uchun birinchi shundanliqda ikkinchi shundanliqqa qo'shamiz. 20 kilometr saat bilan 30 kilometr saatni qo'shilsa 50 kilometr saat. Saatga teng. Saatga teng. Vaqtni topish uchun ara qashqarlikda Qashqar shundanligini bo'lamiz. 300 kilometr bilan 50 kilometr saatni bo'linsa, saatga teng. Cevabı? Javobi 6 soatdan keyin ulardan Qashqarga 300 kilometr bo'ladi. Yaxshi qo'shib bitta qo'yamiz. O'tira qo'ying. Kelesi. Bu bir 20 metr kub soat, birga 30 metr kub soat. Esdin. 300 metr kub. Vaqt belgisi. Bu yerda Bu yerda birinchi to'ldiruv shundanligini topib olamiz. To'ldiruv shundanligini topish uchun birinchi shundanliqqa ikkinchi shundanliqni qo'shamiz. 20 metr kub soat. Soat bilan 30 metr kub soatni qo'shilsa mana 50 metr kub soatga vaqtni topamiz. O uchun bizga to'ldiruvga berib 300 metr kub soat, 300 metr kub bo'lib 3 metr kub bilan 300 metr kub bilan 50 metr kub soatdan bo'linsa 6 saatga. Ikkini necha soat bu yerda? yana metr kub soat. Yani necha soat bo'ladi? Metrga soat qoldi. Javobi? Javobi 6 soatdan keyin havuzdan suvning ko'lami 300 metr kub bo'ladi. Lütfen alın. Qo'shib bitta qo'yamiz. O'tira qo'ying. Kelesi ayol. 20 metr kub soat, ikkinchi shundanliq 30 metr kub soat, ko'lami 300 metr kub, vaqt belgisi soat. Bu yerda eng birinchi biz bu to'ldiruvni topamiz. Uni topish uchun birinchi shundanliqni bilan ikkinchi shundanliqni qo'shamiz. Ya'ni 20 metr kub soat bilan 30 metr kub soat qo'shilsa 20 metr kub soatga teng. Endi vaqtni topamiz. Vaqtni topish uchun biz ko'lamda to'ldiruvga bo'lamiz. Ya'ni 300 metr kub bilan 20 metr kub soatga bo'linsa 6 soatga teng. Bu yerda metr kub qisqaradi. Yarim soat qoladi. Javobi 6 soatdan keyin havuzdagi suvning ko'lami 300 metr kub bo'ladi. Bunday yaxshi turgan. Qo'shib bitta qo'yamiz. Altta bu. Birinchi shundanliq 20 kilometr soat, ikkinchi shundanliq 30 kilometr soat, ara qashqarga 300 kilometr. Bu yerda vaqt belgisi birinchi biz Qashqar shundanligini topamiz. Bu uchun birinchi shundanliqda ikkinchi shundanliqni qo'shamiz. 20 kilometr soatga 30 kilometr soatga qo'shilsa 50 kilometr soatga teng. Ikkinchi biz vaqtni topamiz. Bu uchun ara qashqarda Qashqar shundanligini bo'lamiz. 300 kilometr bilan 50 kilometr soatga bo'linsa mana 6 soatga teng. Javobi 6 soatdan keyin ulardan arasi 300 kilometr bo'ladi. Yaxshi. Demek 4 topga biz o'rnagan ekanmiz. Jarayonda qo'shib bitta qo'yamiz. O'tira qo'ying. Almalarga shoshgan bo'lamiz endi. O'yinimiz sevib qo'yib, qanday o'rnimizda turamiz. Yaxshi, rahmet. O'tira qo'yamiz bo'ldi. Yaqinda turgan bezini surib olamiz. Автокөліктердің қанша сағатта кездесетінін білу үшін бастапқы ара қашықтықты жақындау жылдамдығынан бөлу қажет. 400 бөлу 300 тең. Al esingizde tutacak olarak kelesi bizi tavsiye var. Cegejimiz endi 10 balga жұмыс жасаймыз. Сабақ мақсаты бойынша қолымызда бәріміздің жеке ресурс берілген. Осыға қарап дәптерге орындаймыз.
Күшкәні қоямыз, сізде уақыт бітті. Ол уақыт бітті, енді бері қараймыз олар. Тексереміз. Ал. Ол жерде есепті қалай шығарып жатырмыз? Шешімін теңдеу қылып шығарды, иә? Тексереміз, егер осылай шықса, есеміз қос белгісін қойып, бірден дискрипторға балымызды қойып отырамыз кестеге, бал қою кестесіне. Бері қараймыз олар. А тапсырмасын бірінші қатар, Ә тапсырмасын екінші қатар, Б тапсырмасын үшінші қатар. Алтыдан көрінеміз. Күшкәні қоямыз, өзіміз тексереміз. Ал қараңыздар, өзіміз тексеріп, жылдам дұрыс деген жерге құс белгісін, егер дұрыс емес болса сызықша қоямыз. Дұрыс емес жерге бал қоймайсыздар, өзімізді әділ бағалаймыз, және балдар. Ал болдық па тексеріп? Болса, енді бағалау парақшасына балымызды қоямыз. Балымызды қояқ тез. Бағалау қолдарыңызда ма бағалау парақшасы бар, иә, дискриптор. Әр тапсырманың қасында бір балдан берілген жалпы 10 бал. Балымызды қоямыз. Қойып болсақ енді балдар. Жалпы балын шығарамыз. Шығарып қой жалпы бал. Олай болса балдар. Сабақтан 10 бал жинаған оқушы орындаса 10 бал. Жақсы 9 бал. 8 бал жинаған оқушы. 7 бал. Жақсы. 6 бал. 6 бал. 5, 4, 3. Жақсы, олай болса балалар. Бүгінгі біздің мақсат бойынша балалар. Бір-біріне келесу және қарама-қарсы бағытта қозғалысына берген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешуді түгел есеп шыққандар орындап қолданшық демек мақсатымызға жеттік, балалар. Олай болса, бүгінгі сабақта сіздер мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім, қолдана аламын десеңіздер, кері байланыс, білім қоржыны сол жерге жақсы түсіндім десеңіздер, қолдарыңыздағы жасыл асықты әкеп саласыздар. Егер мен сабақты жақсы түсіндім десеңіз, сары асықты. Егер сабақты әлі ізденуім керек, мен түсінген жоқпын, қолдана алмаймын десеңіздер, онда қызыл асықты мына сары қоржынға әкеп саламыз. Яғни, келіп сала қойыңыздар. Ал отыраңыз olur. Ал олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Өзімізді барынша қошеметтеп баққан бәрін бір қатармен тұрамыз. Төменнен жоғарыға дұрыс бетпен өзімізді қошеметтеп қоймыз. Ал балалар, сіздерге рахмет. Сабаққа жақсы атсалысыңыздар. Барлығымыз сабақты барынша қолданып уақытпен шығарып үлгерді, балалар. Ал жақсы балалар, сабақ аяқталды осымен.